сақтықтан айырылып бара жатырмыз. Етіміз үйреніп бара жатыр. Ойбай, Қытай деген оңбаған халық еді, жаман халық еді деп айтады деп көшедегі айтып жатқан кісілердің сөзін естисіз. Ал мына жерге келіп міне Қытай компаниясы жұмыс істеп жатыр ғой. Қытайлармен сауда жасап жатырмыз ғой. Немесе ішкі Қытайға барып соларды көріп жатырмыз ғой. Ондай халық емес екен, әдемі екен. Беті деген мөлдіреп тұр, жүрегі деген елжіреп тұр деп бауыр баса бастағандаймыз. Ал ол қауіп не? Қауіп жаңағы біздің ежелгі дұшпан ел болмас деген сияқты ежелгі түркі заманынан бері қарай, жаңа қазақ хандықтарынан бері қарай сақтан деп айтып келе жатқан бабаларымыздың сөзін аяқ асты ету. Сақтықтан айырылу, көз алдағы ақшаға алдану, малға алдану, тауарға алдану, көзімізді мынау пендешілік өмірдің боямасына бояу, нақтылы іргеден кіріп жатқан қатерді танымау. Ал бұл елде жан саны көбейгеннен қайтеді. Бұл елде бізден өзіміздің қыздарымыздан туатын жиендер көбейгеннен қайтеді. Сен оны қусаң шығара алмайсың, заңмен шығара алмайсың. Ал Жапонияға басқа халықтар не үшін көптеп кіре алмайды? Оның неке заңы мықты. Не үшін көптеп кіре алмайды? Оның ішкі даму механизмі жоғары дәрежеде заңмен бекітілген, нақтыланған. Ал біздегі заң сенімді ме? Заңның шалағай жері көп. Жыртық үйге жел аңырап тұрады. Іргесінен бозбұран кіріп тұрады. Ал біздің заңымыздың осалдық жерін күнде Қытай блогерлер айтып жатыр. Міне жерінде мынандай екен, міне жерінде мынандай екен, былай қылсаң жер аласың, былай қылсаң қызын аласың деп жатыр. Ал біз оны жау демей-ақ қояйық. Bir кезде Мұстапа Кемал Ататүріктің сөйлеген сөзі бар. 1931 жылы. Кеңестік Ресей дейді, біздің дос көршіміз ғой дейді, досымыз ғой дейді. Бірақ күндердің күнінде сол досымыз құлауы мүмкін, ыдырауы мүмкін дейді. Сол кезде оның құшағындағы түрік бауырларымызды біз өзімізге тартуымыз керек, бауыр басуымыз керек дейді. Тура сол Мұстапа Кемал Ататүріктің сөзімен айтсақ, Қытай біздің досымыз, көршіміз. Бірақ ішінде жатқан мұзды көруіміз керек. Ішінде жатқан ежелгі дұшпандықты тануымыз керек. Оның біздің жерімізге көз алартқан арам пиғылын тануымыз керек. Мысық табандап кіріп жатқан саясатын түсінуіміз керек. Ұлық қорған дейді, ұлық қамал дейді. Қытайдың бұрынғы ғұн дәуіріндегі, ежелгі түркі дәуіріндегі мекені қазіргі мұхит теңіз жағалауындағы ішкі Қытай болатын болса, содан кейін олар қайдан шықты? Ақырын шықты. Тек қана біз туып өскен өзіміздің Шинжаң өлкесі туралы айтатын болсақ, сол елге адеп келген кезде қайтты, олар мысық табандап кірді, ақырындап кірді, күліп кірді. Тіпті менің өзімнің көзім көрген бала күнімде әрбір қазаққа келіп Қытайлар көмектесетін. Иықта әпкіші дейді, мынандай суын көтеріп әкеліп, сол үйге көмектесетін. Сонда бұрын жау санап келген Қытайларды біздің жергілікті қазақтар ой мына дірәгі жау дегендей жау емес екен ғой, сондай бауырмалдық халық екен ғой деп сол Шинжаңды, бүгінгі Шығыс Түркістан даласын ежелгі географиялық ахуалмен айтқан кезде бүкіл сол жердегі шығыс түрік қағанаты болған ежелгі мекенді олар ешқандай шығынсыз